Картоп пен саңырауқұлақ қосылған салангани рецепті. Әзірлеу үшін бізге қажет: салангани қаптамасы 18 дана өнім, картоп жарты кило, қуырылған ақ саңырауқұлақ, 2 жұмыртқа, 2 дана сәбіз, 2 дана пияз, 1 бума ақ желкен, 2 ас қасық ұн, 100 грамм күнбағыс майы, тұз бен бұрыш дәміне қарай. Салманы әзірлеу үшін біз үгітілген картопқа қуырылған ақ саңырауқұлақты, 2 жұмыртқаны, 2 ас қасық ұн қосып, тұз бен бұрыш себеміз. Сонан соң барлығын мұқият араластырамыз. Фарштау алдында макарон орамдарын бір-біріне жай ғана ажыратып, өнімді фаршпен толтыруды жалғастырамыз. Нәтижесінде тығыз толтырылған салма өнімнің биіктігін ұлғайтып, ұстап тұрады. Биік табаға күнбағыс майына жартылай дөңгелектеп туралған пияз бен жіңішкелеп туралған сәбізді 2-3 минут қуырамыз. Енді дайын қуырмаға тігінен және тығыз саланганиді орналастырамыз. Жоғарғы деңгейіне дейін ыстық су құямыз. Тұз себеміз. Қайнаған сәттен бастап бәсең отта қақпағын жауып 15 минут қайнатамыз. Саланганиді абайлап, түбінен демей отырып, ыдысқа салыңыз. Тағамды ыстық күйінде туралған қызанақ пен балғын ақ желкен сеуіп, ұсыныңыз. Ас дәмді болсын.